Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздің орныңызда болғым келеді. Дайрекке келген хаттарды қарап отырмын. Балқия ханым, сіздің орныңызда болғым келеді. Өміріңіз рахат қой деп жазыпты бір оқырманым. Шынымен менің орнымда болып, менің өмірімді сүргіңіз келе ме деп сұрақ қойдым. Иә, қатты қалаймын. Болмаса бір күн сіз болып өмір сүрсем ғой деген жауап келді. Кейін офлайн тренингтерімнің бірінде жиналған жұртқа осы сұрақты қойдым. Кім менің орнымда болғысы келеді? Залда 2000-дай адам отырған. Ішінде біразы қолын көтерді, яғни менің орнымда болғысы келетінін білдірді. Адам баласы болған соң берекелі өмір сүре бастаған адамды өзімізден артық көріп пір тұтып кетеміз. Соған ұқсағымыз келеді, сол сияқты киініп, сол құсап жүргіміз келеді. Тіпті оның өміріне қызығып, соның орнында болғым келеді. Ал біз идеал деп тапқан адам сол статусқа сай ма? Біз ол адамды жақсы танимыз ба? Ол туралы бәрін білеміз бе? Бұл сұрақтарға бас қатырып жатпаймыз. Махаббаттың өзінде де философтар екі адамның бір-бірін жете танымауынан туатын сезім деп бағалапты. Әңгіме ғашықтық туралы болса керек. Әйтпесе шын махаббат білген сайын тереңдей беретін ілтипат емес пе? Мен үнемі инстаграмға тікелей эфирге шығамын, сториздер түсіріп саламын. Бірақ бұл менің өмірімнің толық көрінісі емес. Әлеуметтік желідегі дүние бар болғаны инста-контент. Инстаграмға ертелі-кеш шыға бермеймін, көптің алдына шығуға дайын кезімде ғана шығамын. Көңіл-күйім болғанда, ұйқым қанған сәтте, сергек кезімде, бет әлпетім мен түрім келісіп тұрғанда, қолайлы әрі ыңғайлы орында отырғанда тікелей эфирге шығамын. Сторис саламын, көпшілікке көрінемін. Өйткені мен де сіз сияқты адаммын. Менің де көңілім түсетін, ренжитін, ашуланатын кезім болады. Шаршап ұйқым қанбай көзімнің алды ісу менде де кездеседі. Шашым майланып, түрім шашаңқы, қабағым түсіңкі жүретін кездерім болады. Ондай кезде тікелей эфирге шықпаймын. Бұл ең алдымен оқырманға деген құрмет деп білемін. Ал оқырман ондайымды көрмегендіктен, телефон экранының арғы жағындағы жағдайымды білмегендіктен, менің бүкіл өмірімді инстаграмдағы сол жарқырап жүрген бейнеммен бағалайды. Бұл қате пікір. Бүкіл өмірімді бағалайтындай мен инстаграмда ала таңнан қара түнге дейін тікелей эфирде отырмаймын. Онлайндағы уақыт менің өмірімнің шамамен ширегі ғана. Ал қалған уақытымның қандай екенінен көпшілік бейхабар. Дайрекке келген әлгі хатқа қайта оралсақ, бұл хатты жазған оқырманымның жасын сұрасам 28-де екен. 4 балам бар, декретте үйде отырған анамын дейді. Сіз соған қарамастан менің орнымда болғыңыз келе ме? Иә, орныңызда болғым келеді. Күшті ғой, қандай бақыттысыз. Ал мен сіздің орныңызда болғым келеді. Бірақ қанша тырыссам да сіздің орныңызда бола алмаймын. Өйткені 28 жасымда сіз сияқты 4 баланың анасы болу бақыты маған бермапты. Сіз тырыссаңыз менің орнымда бола аласыз. Сізде ондай мүмкіндік бар деп жауап бердім. Біз біреудің өміріне қызыққанда оның дәл қазіргі жадырап жайнап жүрген шағын ғана көреміз. Бүкіл өмірі осындай деп ойлаймыз.
Бірақ біздің әрқайсымыздың бүгінгі берекелі, әдемі өмірге жетудегі жолымыз, қиындықтарымыз бен қателіктеріміз, ішкі арпалыс пен жанталас, ешкімге айтпаған сырымыз бен мұңымыз бар. Бұл жолда небір сынақтан өттік. Өмір болған соң ақ пен қара қатар жүретіні де заңдылық. Ал сіз біреудің орнында болғыңыз келгенде оның тек әдемі жағын емес, қиындығын қоса алуға дайынсыз ба? Осы сұраққа жауап беріп көріңізші. Ондай тәуекелге бара алмайсыз. Олай болса ешкімнің өміріне қызықпаңыз. Өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыз. Өйткені оның да кедір-бұдыр жолдары бар, өткен өмірі мен ешкімге белгісіз өз болашағы бар. Алда бізді не күтіп тұрғанын білмейміз. Сол себепті Алланың бұйырған өмірін барынша әдемі сүруге талпыныңыз. Жаратқан Алла бізге ненің қайырлы, ненің қайырсыз екенін жақсы біледі. Қай сынақты көтере алатынымыз, қай сынақты сынып кететінімізді де бір Аллаға аян. Сондықтан әрқайсымызға жеке өзімізге ғана лайық тағдыр берді. Сіз менің басымдағы сынақты көтере алмауыңыз мүмкін. Тура сол сияқты менің де сіздің басыңыздағы сынақты еңсере алмайтын шығармын. Сол себепті ешқашан өзгенің өміріне қызықпаңыз. Өзіңіздің еш көшірмесі жоқ оригинал жан екеніңіз есіңізде болсын. Әрқайсымыздың Алла берген тек өзіңізге тән шүкір етуге лайық нығметтеріміз бар. Сол барымызды бағалай білген дұрыс. Қорыта айтқанда біреуге қызығумен уақыт өткізбей өз өміріңізді сапалы етуге тырысыңыз.